Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздер білген дәл осылай қытыр-қытыр болып шығадыған самсаның тестасын жасау әдісін білен бөліспекшімін. Дысымызға керегінше ұн салып, үстіне бір жұмыртқамызды шағып саламыз да, азырақ дрожжа саламыз. Сосын суымызға тұзымызды салып, жақсылап тұзды су дайындап аламыз. Енді дайындап алған тұзды суымызды ұнымыздың үстіне құйып, орташа қаттылықта қамырымызды илейміз. Қатты да болмау керек қамырымыз, жұмсақ та болмау керек. Енді қамырымызды жақсылап әдемілеп илейміз. Жақсылап илеп болғаннан соң бір 10 минутқа тындыруға қоямыз. Бұл жақта мен сковородканы алып, астына отқа қойып, үстіне тоң майымды салдым. Ерітуге қойып қоямыз. Бағанағы тындыруға қойған қамырымызды алып, зыбалаларға бөлеміз де тағы тындырамыз. Ал тоң майдың жанына мен сары май қосып, екеуін бірге еріткен әдемі болады деп. Енді қамырымызды әдемілеп жайып дайындаймыз. Бірінші қамырымды жайып, шекеге алып қойдым да, екінші қамырымды жаюға түстім. Екеуін де бірде жайып алып, сосын майлаймыз деп. Ал қамырларымыз жайып дайын болды. Енді сковородкамыздағы бағана ертіп дайындап алған майымызды әдемілеп жағып шығамыз. Бар жағына бір келте етіп жайып шығамыз да, сосын үстінен екінші қамырымызды тастаймыз. Екінші қамырымызды да дәл астындағымен бірдей қылып, кетпеген жерлерін тартып жеткізіп, қолымызбен басып арасындағы ауаларды шығарып тастаймыз. Қармығымызды үстіп біріншінің үстіне екіншісін тастап, қолымызбен жақсылап ауаларын шығарғанша жақсылап қолымызбен басып шығамыз. Сосын екінші қамырымызды да сковородкадағы майымызды алып, әдемілеп бір келте етіп барлық жеріне тигізіп, майлап шығамыз. Қамырымызды майлап болғаннан соң бетіндегі сәл кепкенше күтеміз. Ал кепкеннен кейін бір шекеден бастап, қолымызбен жақсылап сығып, үстіп думалақтатып, орап кетеміз. Қамырды жақсылап қысып орау керек. Қамырымызды мінекей осылай қысып ораймыз. Сосын оны бұрап, жақсылап, әдемілеп, қайтадан қолымызбен қысып шығамыз. Ал дайын болған қамырымызды жақсылап орап, пакетке салып, морозилькте сақтасаңыздар болады. Сақталу мерзімі қалағандарыңызша тұра береді, қаласаңыздар бір айға шейін қойсаңыздар болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Наргиза.